біздің балдар қаза болып кеткен. Кінәсі сол кезде ол балдардың сөйлей алмағандығы ма? Жазатай машина қағып или ауырып қайтыс болған жоқ қой, сіздер түсініңіздерші. Қасақана қандар өз көзімізбен көрдік, біз қалай тыныш отырамыз? Қасақана қолдарымен атып өлтіріп отыр ғой, ұрып аяғын, денесін алып келіп площадьқа тастап кетіп отыр. Бұл қалай? Балдарды ешқандай ешкім қолдарын ұстап тұрған, бүйтіп БТРдің алдында кедергі жасаған ешкім жоқ. Бір тас лақтырып атқан ешкім жоқ. Біз бейне таспада өздеріңіз көрген шығарсыздар, көріңіздер, өздеріңіз көріңіздерші. Балдар, қыздар ешқандай күнәсізден бүйтіп жазысынан жаз, тротуарда тұр. Тротуарда тұр, еш нәрсе болып атқан жоқ. Келеді какой-то уақытта шейін БТР қырып өтеді. Екінші рет қырып өтеді. Кішкентай жас балдар бір-бірін итак қаңсырап өліп атқан балдар бір-бірін жайлап сүйрелеп атса келіп, спецназдарын түсе қалып өздерін кинодағыдай отыра қалып зерлеп отырып атып атыр. Добивать етіп атыр ғой балдар. Артынан ол спецназ атып қырып кетеді, артынан қарасаң пожарныйлар келіп машинамен жуып атыр. 23 мамыр күні Жамбыл облыстық сотында аруақтар сотының үкіміне келіспеген марқұм қаңтаршылардың туыстарының талабымен апелляциялық сатыдағы сот процесі басталды. Осыдан 4 ай бұрын ақпанның 7-сі Тараз соты қаңтарда оққа ұшқан, кейбірі аяусыз азапталып өлтірілген 5 бейбіт азаматтың аруағын кінәлі деп таныған. Осы үкімнің авторы судья Бағдат Төребекұлының шешіміне наразы ата-аналар облыстық сотқа шағымданған еді. Естеріңізге сала кетейік, жаппай тәртіпсіздікке қатысты деп айыпталған 5 марқұмның 4-еуі 18-20 жасар боз балалар, 5-шісі орта жастағы ер адам. Бүгінгі сотта алғаш сөз алғанның бірі Бақытжан Шыңғысбеков, қапыда көз жазып қалған өнерпаз перзенті Нұрсұлтан Қуатбековтің жазықсыз екенін қайталап, ақтауды сұрады. Мен Шыңғысбеков Бақытжан Қуатбайұлы, ұлым Қуатбаев Нұрсұлтан Бақытжанұлының заңды өкілі боламын. Қаңтар қырғынында шыны керек, еш дәлелсізден дәлелсіз, еш кінәсіз біздің ұлдарымыз қаза болып отыр. Бірақ осы уақытқа дейін 1,5 жыл болды міне балаларымызды жүгіріп жүргенімізге міне ата-аналар. Барлықтарыңыз ата-анасыздар. Мен енді қысқа нұсқа айта кетсем, себебі бұның бүйтіп созбалай беретін, мен баламның әруағын қинағым келмейді шыны керек. Нақтылап атсам, сол 1,5 жылдың ішінде балдарымызды кінәлі неше түрлі прокуратурасы бар біздің Тараз қаласының. Тергеушілер вообще жұмыс істемеген біздің тергеушілер. Наоборот, алғанда бұрмалап, балдардың бәріне кінә таға берген. Енді мына 1,5 жыл әділдік іздеп жүріп, ата-аналар қазір біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Біз даже былай қарап тұрсаңыздар, даже итекеш иттің өзі кішкентай күшін қорғаштап өледі. Біз ата-анамыз бұл жерде. Сот болған 2,5 ай соттың ішінде, қалалық сотта біз әбден өзіміз білмеген, өзіміз көрмеген, өзіміз естімеген нәрселердің бәрін прокурорымыз алардан естіді. Тергеушілеріміз еш дәлелсіз, даже бізді ән жерде біз сотқа келіп отқанда 56 свидетельді, мінім, балдарыңыз қылмыс істеген, көрген, мынау бүйткен, сөйткен деген свидетельдердің бәрін алып келгенде, свидетельдердің келгендердің өздері сотта келіп, судья Төребекұлына, Бағдат Төребекұлына, осылай сот залында тұрып, ант етіп, ашығын айтты. Мен енді алдында бергенім, видеоға түскені бар, даже видеоға барып, площадьқа апарып түсіргені бар, апарып тергеушілер түсіріп атыр. Соның бәрін жоққа шығарып, мені нақты сот мырза, даже мынандай қағазға арызын жазған арызын әкеліп, судья Төребекұлына көрсетті. Міне менің арызым, мен тергеушілердің үстінен жазғам. Біз ол қаңтар кезінде бізді ешкім тыңдаған жоқ. Біз пыткамен болдық. Біз қатты зардап шегіп атқан болдық. Бізді қазір нақтылай кетсем, біз осы сотта тұрып айтып атқаным нақты, мен бұл жерде ешқандай балдарды көрген жоқпын. Әлібек Жандос мысалға сөйтіп айтты. Мен Нұрсұлтанды көрген жоқпын деді. Ал бұл жерде тергеушілер ағанда не, қалай болды? Менің ұлым Қуатбаев Нұрсұлтан, Кенен Назарбаев нөмірі 44 мектепте оқыған. Енді былай қарап тұрсаң, ол любой адамға түсінікті.
қай мектепте оқыды, мен баламды данмен шығарады, ана баланы шығарады, сөйтеді да. Сен, значит, Нұрсұлтан танисың ба? Мектепте оқыған, иә, танимын. Сен былай айтасың, мына жерде көрдім деп айтасың. Мына жерде бүйтіп айтасың, сенің статьяңды аламыз, сені бостандыққа шығарамыз деген. Сонда әділетсіздік сөздер болған. Осының бәрін айтты сотта. Төребекұлына, Бағдат Төребекұлы судья мырзаға айтты осылай. Балдардың, былай қарапсаң, свидетельдердің бәрі солай. Өрескел тергеушілер әшейін жұмыс істемеген. Тек алғанда қаралай берген, балдар қаралай берген. Сол кезде былай енді қорытындылап келетін болсақ, сіздердің алдарыңызда да мына Төребекұлының қағазы тұрған шығар, үкімі. Үкімде былай қарап тұрсаңыздар, құрметті судья мырзалар, біздің балдар қаза болып кеткен, қайтыс болып кеткен. Кінәсі сол кезде ол балдардың сөйлей алмағандығы ма? Айтыңыздар, балдардың сөйлей алмағандығы ма сол кезде? Олар сөйлей алмаса, біз сөйлей аламыз. Біз балдарымызды қалай тәрбиелегенімізді, қалай тәрбиелепкенін мен өз баламды білемін мысалы. Мен военчастьта істеп жүргенде жанында баламды жетектеп, музыкальныйға апарып, Жасұланға жарысқа барса, бірге жанында жүріп, мен старшина болдым воен оркестрдің. Бірге оркестр тартып тұрады, өлең айтып өйстіп, жарысқа барып жүрген бала еді. Мен өзім баламды 1 грамм жанымен тастамайтынмын. Мен білем балам, мен не ішем, не жеймін, мен не айтам, ақылымды тыңдап жүрген бала едім. Ал бұл жерде әділетсіздік. Әділетсіздік. Шынымды айтсам, мен ашуланып тұрғаным, шынымды айтсам, мен судья болсам, Төребекұлының өзінің соттайтын едім. Себебі ешқандай балдарды қарап тұрсаңыздар, соның ішінде тұр ғой. Балдардың 5 бала қайтыс болған балдарды алып, кімнің сөзіне сүйене соттады? Екі адам, Мырзалиев, екіншісі Кауетов. Мырзалиевтің өзі сол жерде айтты ғой, менің аяғымның санының ішінде оғы тұр әлі деді. Мен үкіметке сенбеймін деп тұрып, сенімсіздігін айтты ғой. Даже сенімсіздігін айтты ғой. Мен сенбеймін, себебі мен кірді да қайтыс болған балдар деп еді, өз тұрған жеріне тоқтап қалды. Мен танымаймын, шынымды айтсам. Судья еще сұрады. Сен прокурор сұрады. Мына сен қол қойып едің ғой мына жерге. Мырзалиев, сен қол қойдың деді. Мына жерде видеоң бар деп, видеосында былай телевизордан көрсетті. Сөйтіп еді, Мырзалиевтің жауабы қандай болды? Мен көрдім, қойдым деді қолды. Видеоға да сұхбат бердім деді. Бірақ мен қайтыс болып кеткен балдарды білмеймін ғой дейді. Сол кезде даже балдардың қайтыс болған тергеушілер айтпаған, алып мойнына іліп отыр ғой. Бұл қалай әділетсіздік, қалай әділеттік? Оны сөйтіп айтты Мырзалиев. Ал екіншісі жаңағы Кауетов. Кауетов тұрып айтты міне. Байжанов Ержанды, мысалы, Егор әпке баласын. Сол баланы мен көрдім дейді. Былай тек 5 баланы қайтыс болған адамдарды ғана көрген екен де. Былай келіп көрдім, шек қарын сыртқа ақтарылып атты деді. Оны мейлі, менің баламды айтты. Мен Нұрсұлтанды танимын, мен Тонкуршта тұрғам. Көрдім Нұрсұлтан. Келіп қарап едім, бет-бетімен жатыр екен дейді. Басы площадьқа қарап қалған дейді. Мақыл енді сұрап, площадьқа қарап, жерге қарап жатса, қалай таныдың десең, келіп жайлап басын көтердің. Бала өліп қалған етін дейді. Енді соның сол айтқан сөзіне біз дәлелдемені. Бейне таспаны қойыңыз деп, бейне таспаны мен қойдырып бердім. Больницаға мен баламды қалай алып келгенін. Менің балам кіріп бара жатқанда тірі жатқан бала. Лесницаны қысып, жаны шығып бара жатқан бала. Жаны қиналды. Оны да дәлелдеп берді. Ал Байжанов Ержанды мысалы, шек қарны ақтарылып жатқан бала деді. Ал ол кезде міне, сот мырза, рұқсат болса сізге жақындап, сізге көрсетейінші міне. Сот мырза, мені қараңыз. Баланың қай жерінде шек қарны ақтарылып жатыр? Айтыңыздар, осыны көрсеттік қой біз. Көрсеттік қой, шек қарны ақтарылып жатқан бала қайда? Бұны да көрсеттік. Былай қарап тұрсаңыздар, қарап тұрсаң, Ошақбай Тоқтар. Не БТР-ге тасылақты қолында авто. Қайдағы кішкентай бала, қандай бұт. О жерде бейне таспаны көргенде. Қолдарында тас емес, шыбық жоқ қой балдардың. Шыбық жоқ. Біз бейне таспасын таза көріп отқан, жаңа бейне таспаны сұрап атқанымыз біз. Біздің ол қаза болып кеткен балдарымыздың дәлелдемесі. Себебі балдарды ешкім қолдарын ұстап тұрған бейтіп БТР-дің алдына кедергі жасаған ешкім жоқ. Бір тас лақтырып атқан ешкім жоқ.
біз бейнетаспада өздеріңіз көрген шығарсыздар, көріңіздер, өздеріңіз көріңіздерші. Балдар, қыздар ешқандай күнәсізден бүйтіп жазықсыздан тротуарда тұр. Тротуарда тұр, еш нәрсе болып жатқан жоқ. Келеді какой-то уақытта шейін БТР қырып өтеді. Екінші рет қырып өтеді. Артынан келеді, біздің қандай спецназ, қандай батып, бізді ертең кім мені қорғайды, мен спецназдарға сенбеймін біздің. Себебі спецназдар қорқақ, кішкентай жас балдар бір-бірін ита қаңсырап өліп жатқан балдар бір-бірін жайлап сүйрелеп жатса келіп спецназдарын түсе қалып өздерін кинодағыдай отыра қалып зерлеп отырып атып жатыр. Добивать етіп жатыр ғой балдар. Артынан ол спецназ атып қырып кетеді, артынан қарасаң пожарныйлар келіп машинамен жуып жатыр. Не деген, мен білмеймін. Бұл қалай ол әділеттік? Айтыңыздаршы, қалай ол әділеттік? Барлығымыздың үйде бала шағамыз бар. Каждыйымыздың, мысалы, біреуміздің балаңыз, даже өзіміздің мына саусағымыз сынса жанымыз шығады ғой. А прокурорлар оқығанда біз көрдік қой, балдардың аяқ қолдарын сындырып тастаған бірінші өлтірмей жатыр. Даже привозной труп екенін де дәлелдеп берді ғой. Жедел жәрдем келіп тұрып, привозной труп деді ғой, жатқан жерлерінде қан жоқ. Алдында тергеушілер бізге зірк етіп столдырып, 200% балдарын сендердің террорист деді. Себебі не? Травмадол ішкен деді, этиловый спирт ішкен деді. Бәрі міне медицина дәлелдеп тұр деді. Ал енді сотта соны замглавврач шақырып алып, осы біздің городской больницаның замглавврачын шақырдық, эксперттерді шақырдық. Сол эксперттер дәлелдеп берді, ол травмадол деген адам баласы қатты уже оқ дәріден жаны қиналып келгенде салған, мен салдым деді ол травмадолды. Травмадолды мен салдым деді. Травмадол содан шығып отыр. Этиловый спирт не? Мынау тиген жара кесіліп тұр денесі. Тиген жараны бүйтіп мақтамен обрабатывать еткен, содан этиловый спирт деген содан қанға кеткен. Оны да дәлелдеп берді. Енді мен білмеймін, қалай дәлелді керек. Біз наоборот, біз тергеуші емес, біз тергеуші болып кеттік, бәрін дәлелдеп тұрық, бірақ сонда да бұрмалап алып келіп отыр. Біз не істеуіміз керек сол кезде? Құрметті судья, айтыңыздаршы. Енді сіздер енді ашығы енді барлығымыз. Мен білмеймін. Бүгін қазір мен бармын, ертең мен сотқа келемей даже өліп қалуым мүмкін. Мысалға, бір Алланың ісі ол, бір Алланың ісі. А біздің балдар бір Алланың ісінен қайтыс болған жоқ қой. Жазатай машинаға билеу, ауырып қайтыс болған жоқ қой, сіздер түсініңіздерші. Қасақана қандар өз көзімізбен көрдік, біз қалай тыныш отырамыз? Қасақана қолдарымен атып өлтіріп отыр ғой, ұрып аяғын, денесін алып келіп площадьқа тастап кетіп отыр. Ол қалай? Біз қалай жаңа Қазақстан боламыз бұл түрімізбен? Айтыңыздаршы. Еркек болсам да менде просто түсініңіздер. Ер адам, бірақ мен уже білмеймін, айтар сөзім жоқ. Жүрегім қанжылайды да жүреді. Сот мырза, мен сіздерден сұранарым. Енді бұмен мен баламды ақтамай, өлсем өліп кетейін, мен до конца барам, баламды ақтамай қоймайын. Әділдік іздесем, шетелге шықсам да, қайда барсам да, кімнен көмек сұрасам да, халықтан көмек сұрасам да барам. Себебі біздің балдарымыз, сіздер түсініңіздер, біздің балдарым ешқандай кінәсі жоқ. Сіздерден сұранарым, балдарымызды ақтап беріңіздер. Әр уақыттар соңғы сапарында да молдаларды жаназасын шығарып салады ғой. Сол сияқты жіберейік, балдар 1,5 жыл болды әруағын қинап атқанымызға. Болмайды бұл. Себебі бәріміз бір Алланың алдына барамыз. Сол кезде өзіміз қиналамыз. Жаңа Қазақстан аруақтарды қаралаумен құрылмайды.